Не себепті тек қана өндіріспен айналысасың? Ресейде шығады, Қытайда шығады, Қазақстанда жоқ. Менде өміршеңдік қуатым бар, уақытым бар, энергиям бар. 5 миллион теңгеге грант береді. Әдетте қаншалықты уақытта ол инвестицияны қайтарса, ол жақсы бизнес деп есептейсің? 1,5 жыл. Қамқорлық бар ма? Отандық өнімге. Пандемиядан кейін бөліп қарастыра бастады. Ақшасы бар инвесторлар бар. А оларды қосатын бір платформа жоқ. Оған да мықты команда керек. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Қазақстанның отандық өндіріс саласына өзіндік үлесін қосып келе жатқан, өзі мойындайтын кәсіпкер, инженер, бизнесмен Шахила Баймұрат. Қош келдің. Сұрағымды бастай берейін. Бірінші сұрақ, жалпы біздің көрермендерге қызықша, жалпы бизнес саласына қалай келдің? 2014 жылы осы бизнес саласына, бизнестің ішінде өндіріс саласы кездейсоқ келдік деп айтуға болады. Бұл енді бір арнайы бағыт-бағдармен емес, жалпы бір кездескен затқа қызығушылықтың туындауынан келді. Оны зерттедік, сонымен осы өндіріс саласын жайлап қолға ала бастадық. Әңгіменің басында сені инженер бизнесмен деп таныстырып өттім, себебі сенің қолыңдағы бар бизнестердің барлығы өндіріске байланысты. Не себепті тек қана өндіріспен айналысасың? Не үшін басқа алып сату, немесе шоу-бизнес сияқты басқа салаларда жұмыс істемейсің осы уақытқа дейін? Өндіріс саласы екінің бірі істемейді. Екінің бірі ол тәуекелге бармайды. Ол өте қиын. Не үшін олай тәуекелге бармайды деп ойлайсыз? Себебі неде? Шынымен де айтқан шындық, өндіріс бізде өте тоқырауда. Себебі неде? Себебі жеңіл алып сата салу, ол біздегі қазіргі алып сатып жүрген адамдардың жанын қинамайды. Қатты бір темір терсекпен алыспайды аппараттармен. Жалпы өзімнің қатарластардың ішінде бұл салаға тәуекел ететін адам өте аз. Бір нәрсені өндіруге кірсем, сонымен істеймін десең, саған бір анандай күмәнді көзбен қарайды. Істей алмай қалам екен, осыдан банкрот болып кетем екен деген немен көзқарастары басым болады. Өйткені енді ол бәсекелестік, бұл әлемде бар нәрсе. Бір тал қаламсапты алсақ, ол Қытайда өндіріледі, Индияда өндіріледі, Вьетнамда өндіріледі, Өзбекстан, Ресей бәр жерде өндіріледі. Бірақ жалпы келген кезде бәсекелестік оның сапалы, сапасыздығында. Ал ондай сапаны жасау қолдан келе ма, келмей ма? Екінің бірі ол Қытайда шығып жатыр, бізге алып кеп бере салады, арзан, Қытайдан алып сата саламыз деген оймен ол өндіріске екінің бірі бара бермейді. Шәке, бір затты Қазақстанда өндіруді шешуден бұрын қандай сүзгіден өткізесіздер? Қандай фильтр бар? Жалпы тұтыну заттары Қазақстанда материалы өндіріледі, шикізаты бар жоқ. Соған бірінші сүзгі болады, екінші сүзгі ол массовый сатылады, сатып алу. Сатылымы, мөлшері. Ол екінші сүзгі болады. Сол арқылы соның өзіндік құнын салыстырамыз. Шетелде өндірілгені қанша болады, бізде өндірілгені қанша болады. Соған байланысты келеді. Сосын көбінесе көлемді заттар, тығыздығы төмен. Не үшін? Ол енді транспорт жағынан ұтуға болады. 3000 километрден тасып әкелгеннен гөрі формасы үлкен заттарды осы жақтан жасау негізі тиімді. Егер материал бізде болса. Осы сүзгі арқылы өзің таңдаған бірінші өндірісің не ол? Қандай зат? Бірінші өндіріс ол кәдімгі ақ A4 қағаздар салатын файл. Файлдар, а? Файлдар. Осы файлдарға қалай кірдің? Жалпы оған қаншалықты қаражат керек болды, оны қалай таптың жалпы? Жалпы файлды сол қайталанып
қолданбайтын зат бір реткі. Қолданатын зат болған үшін талдадым. Оның массовый сұранысы көп. Бұл өндірісті қоярда негізі тәуекел. Сол үйдің құнын сол жұмысқа салдық. Жалпы Қазақстан нарығында ғана жұмыс істедіңіздер жаңағы файлдар бойынша, әлде шетелге саттыңыздар ма? Біз оны тек Қазақстанның нарығына есептеп алып келгенбіз. Шетелге сатуды ойластыңыздар ма? Мысалы, Еуропа болсын, Ресей болсын, олар көбінде Қытайдан сатып алады, бүкіл дүниеде. Ал файлдар, мысалы, бағана өзің айтқан сияқты шикізаттар жанында. Именно осы шикізаттар бар, сосын арзан еңбек күштер бар. Соларды пайдаланып, Қытайдан шығарып жатқан заттарды Қазақстанда шығарып, Қытайлардың нарығына, Ресейге, Еуропаға сатуға қаншалықты мүмкіндік бар? Мүмкіндік өте үлкен. Біріншіден ол бәсекеге қабілетті сапа болу керек. Екіншісі сол сұранысты қамти алатын өндіріс күшің болу керек. Қазір енді бізде бір ғана аппарат, бір ғана өндіріс линиясы, соған ол объемный үлкен көлемде шығару біздің қазір шамамыз жетпейді. Бірақ ол сұранысы бар. Егер сұраныс бар, қаншалықты не қажет егер сондай үлкен көлемде экспорттауға? Құрылғылар керек, және айналымға шикізат керек бол. Осы қазір регистр папка болсын, файл болсын, соны мысалы Ресейге сату үшін қаншалықты суманың қаражаты керек, завод қай жерде болу керек жалпы? Жалпы бұл географиялық қалаларға да байланысты болады. Біз қазір енді Қырғызстан, Өзбекстанға жақын болып тұрмыз ғой. Соған байланысты біз тек Қырғызстан мен Өзбекстанның нарығына мүмкіндігіміз бар. Ал Ресейге болу үшін ол енді солтүстік жаққа географиялық орналасу болу керек. Содан кейін шикізат шығатын жерге жақын болу керек. Ол қай жер? Бізде Павлодардан полипропилен шикізаттар шығады. Егер файлды Павлодарға қойсақ, ол екі шығын болмайды транспорттан. Сол жерде өндіріс, сол жерде массовый шығарасыз, ары қарата Ресейге сатасыз. Жан жаққа бір жолда таси саласыз. Біздікі қазір келіп жатқан Павлодардан бері қарата шикізат есебінде транспорт. Екіншіден біз оны қайтадан сол Павлодарға сатсақ, ол Алматыға келіп жасалып, қайтадан Павлодарға барып сатылады. Сол сияқты енді үлкен бірнеше мемлекетті қамтитын үлкен өндіріске өту үшін бірінші шарт құрылғыларыңыз мықты болу керек. ICO, Америка, әлемдік жаңағыдай не бар ғой, стандарттар. Солардың сапасын шығара алу керек. Екіншіден жаңағыдай шикізат үзіліп қалмайтын сол заводтың қасында тұрғаны тиімді. Ресейдің нарығын қанықтыру үшін қаншалықты қаржының құрылғылары керек? Жалпы файл үшін алып айтсаңыз, $200 мың көлемінде құрылғы сатып аласыз, $50 мың айына шикізатқа жүріп кетуі барлығын есептеген $300 мың. Қазір регистр папкаларды және файлдарды Қазақстан нарығында сатып жатсыңдар ғой. Жалпы мына жерде бірнеше 5-6 оборудование бар, құрылғылар. Осылардың көмегінде тоқтаусыз жұмыс істесе, Қазақстанның нарығын, бір жылдық нарығын қанша уақытта қамтамасыз етуге болады? Жалпы өндіріс көлемі күндіз-түн деп бөлінеді. Біз тек қана күндізгі өндіріспен ғана айналысып отырмыз ғой. Қазақстанға жалпы регистр папка 3 миллион штук жылына керек. Біз егер тоқтамай шығарсақ, соның бір 50%-ін қамти аламыз. Бір өндірісті бастау үшін керемет бір үлкен қаржы, керемет үлкен бір құрылғылар керек емес. Әдетте өндірісті ойлаған кезде бірден адамға сондай ой келеді: менде үлкен қаржы болу керек, үлкен идея болу керек, үлкен жоспар болу керек деп. Әдетте әйтеуір бір нәрсені бастайыншы деп жатқан бауыр қарындастарымыз ойласақ, солардың орнында мен бір сұрақ қояйын. Әдетте қалаға келуден бұрын, бизнес жасаудан бұрын оларда бірнеше түрлі ой болады. Қытайдан немесе арзан тауарларды алып келіп осы жерден сатайын ба, немесе барахолкадан арзан заттар алып біреуге жіберейін ба, немесе үшіншісі жаңағы өзің кеңес беріп жатқандай кішкене өндірісті бастасам деген. Осы бірнеше варианттардың ішінде қайсысына кеңес бересің, не үшін? Кеңес беру тек өндіріске ғана кеңес бере аламын. Алып сату енді екінің бірінен қолынан келе беретін зат қой. Кез келген адам алып сатушы бола алады.
кез келген адам орны болса, ортасы болса, алушысы болса, алып сатушы болады. Дәрежесіне қарай. Алып сату оның өзі бір сала. Алып сата алатын адам болса, ол қатты адам қиналмайды. Үлкен қаражат талап етпейді, басын ауыртпайды, темір терсекпен жағаласпайды. Ал енді өндіріс саласы деген, бұлай сыртынан қарасаңыз оңай. Жай ғана айтайын, пластилин. Ресейде шығады, Қытайда шығады, Қазақстанда жоқ. Бұл затты 4 формада шығара саласыз. Оның қалпын жасайтын аппараттар жетеді, бар. Бізде оның материалда бар, сағыз топырақ бар, бояу бар. Соны қосып, бір адам соны сыртына әдемі қорабын жасап шығарса, ол отандық өнім болады, және ол экологиялық таза өнім болады. Шетелден келіп жатқан затқа ешкім гарантия бермейді. Оның адам денсаулығына зиянсыз тексеру мүмкін, бірақ оған қадағалап жатқан адам жоқ. Бәрімізде бала-шаға бар. Ертеңгі күні бірінші ұстайтыны қағаз, қалам, сағыз топырақ, жаңағындай пластилин дейді. Осының барлығын біз өзімізді өндірсек, өзіміз көре аламыз, көзіміз жетіп тұр, Қазақстанның таза топырағынан шыққан зат. Бұл өте оңай, ең қарапайым. Бұған өте үлкен қаражат керек емес. Жаңа сағыз топырақ, пластилин өнімін сияқты сенде сан қилы өзінде жобалар бар, идеялар бар. Ал енді жаңа бизнес, жаңа өндірісті бастағысы келетін адам үшін айына 1 миллион теңгелік кірісті өзіне кіргізу үшін қаншалықты қаражат керек, қаншалықты уақытын бөлу керек, қандай білімі шарт болу керек. Егер де даже оның ақшасы жоқ болса, ақшаны қайдан алуға болады? Қазір может инвестицияны қалай тартуға болады, банкпен қалай жұмыс істеуге болады, үкіметтің қандай қолдаулары бар? Осы туралы біраз ақпараттар бере аласың ба? Қазіргі мемлекеттің жасап отырған қолдауы бүгін ғана жасап отырған жоқ ол. Даму қоры арқылы, Бәйтерек ұлттық холдинг, Атамекен арқылы, түрлі платформалар арқылы жалпы халқымызға үлкен жаңағындай жұмыстарын бастауға, қаржыландыруға, процентпен көмектер, кредиттер, қарыздар беріліп жатыр, гранттар да беріліп жатыр. Бірақ оған тәуекел ететін адам барып жатыр, бірақ аз барады оларға. Өйткені ол жақта көз жетпейді. Жаңағындай мен айттым, пластилин өндіру өте оңай деп. Бірақ соны істеп қолға алып баратын адам аз. Жоқ. 20 жастағы, 21 жастағы жас жігіт болсам, менде өміршеңдік қуатым бар, уақытым бар, энергиям бар, Шахила сияқты ағам бар, мысалы, идеясы бар. Ал енді мен қалай кірсем болады өндіріске? Бірақ ақшам жоқ. Қай жақтан ақшаны алған тиімді, қанша пайызбен алған тиімді, ол өндіріске қалай алуға болады ол ақшаны, соны қалай жұмсау керек? Қалай айына кем дегенде 1 миллион теңгелік өндірісті бастауға болады? Қазір Алматы қаласында бизнесті қолдау 2019-11 айдан басталды. Алматы Финанс деген организация Алматы әкімшілігінің астынан құрылған. Қазір осы Алматы қаласы бойынша индустриялық парктерде өндірістерді қаржыландырып жатыр. Төмен пайыз, 2%, 7%. Сосын 5 миллион теңгеге дейін инновациялық өндіріске көшсеңіз, кірсеңіз, 5 миллион теңгеге грант береді. Ол жақта өзінің талаптары бар. Жалғыз басты аналарға, көп балалы аналарға, мүгедек жандарға, жалпы осындай бір жас студенттерге де бар. Олар барады, өзінің бизнес пландарын жазып апарып, инновациялық ішіндегі нелерін көрсетеді, жаңағындай құндылығын. Сонымен олар қарастырады. Егер барлығы дұрыс болса, сол процесс бойынша өзінің көлеміндегі қаражатын грант есебінде алады және қарыз есебінде алады. Егер осындай жақсы идея болған жағдайда, сол процесске қанша уақыт кетеді? Ақшаны алу жоспарлаудан бастап, ақша түскенге дейін қанша уақыт кетеді? Орташа уақытпен. Негізі тез қаралады, егер ол жақта адамдар кезегі аз болса. Жалпы 25 күн, 15 күнде қаралады, бірақ ол жақта банкінің қатты бір фильтрланған системасы жоқ. Бизнес планыңызда бардыңыз, көрсеттіңіз, дәлелдедіңіз, шетелден келіп жатқан кірістегі несі бар ғой, мөлшері, сатылымы бар. Соның бәрі көрінсе, олар қарастырады, береді.
Үкіметтің осындай ыңғайлы программаларынан өздерің қолданып жатсыңдар ма? Игіліктерін жатсыңдар ма? Алматы финанстан 2020 жылдың пандемияның алдында осы бизнес планды өткіздік. 2 ай карантинде болды. Карантиннен шыққаннан кейін 25 күннің ішінде осы 70 миллион теңге 2%-пен алдық. Бірақ ол жақта не болады? Залог болады. Залог арқылы 70 миллионды алдыңыздар. Қазіргі өзімнің айналамдағы бизнесмендерді салыстырсам, пандемия кезінде үкіметтен ақша алу, банкпен жұмыс істеу кішкене олар қорқақтайды. Немесе алған кредитінің өзін қайтарып тастайды. Ал именно пандемияның кезінде 70 миллион теңгені пайыздық мөлшермен алып, бизнеске салу, ол сендер үшін үлкен риск емес па жалпы? Бұл өте үлкен тәуекел. Тәуекелдікте оны ойластырғанбыз. Бұл Қазақстанға шетелден кіріп жатқан заттардың ол үздіксіз кіре береді. Біз қашан өндіріп соны баламасын шығармай, бұл зат өндіріле береді. Өзім 2002-ден 2012 жылдар аралығында осы Қазақстанда жалпы азық-түлік саласын мықты қолға алды. Ол енді жеңіл өнеркәсіпке жатады. Бұл аралықта импортпен айырбастаған заттар өте көп. Қазір супермаркетке барып қараңыз, Қазақстанда жасалған бүкіл сүт өнімдері. Бұрын алыс жақын шетелдерден, Түркиядан келетін азық-түліктер ол сөреде толып тұрады. Қазір Қазақстанда жасалған деген знакпенен 70-80% сүт өнімдері өзіміздің Қазақстанда шыққан өніммен тұр. Осы Қазақстанда шыққан өнімдер, қазақстандық өнімдерге үкімет жағынан бір ерекше қамқорлық бар ма? Немесе бір тендерге қатысқан кезде, немесе бір үлкен мемлекеттік сатып алу жарыстарына қатысқан кезде қамқорлық бар ма отандық өнімге? Жалпы тендер, мемлекеттік сатып алу негізгі түп нұсқасы шетелдің тауарларына жазылған. Өйткені Қазақстанда ол өнім жоқ кезде. Ал сол өнімнің техникалық сілтемесі бойынша ол ескі форматтан келе жатқан түсінікті емес. Бір заттың характеристикасы дейді. Сол заттарды сол импорт өнімнің характеристикасымен жазып тастайды да. Ал оның орнын басу сәл ұзақ уақыт алады. Біздің балама затты шығардық. Ол жақтағы техникалық тапсырмасы біздікімен сәйкес келген кезде ол шетелдің заты, біздің зат баға жағынан біздікі төмендеу болу керек. Қазақстанда жасалған өнім болу керек. Содан кейін барып, ұзақ процестен кейін барып орнын баса алады. Жалпы үкіметтік тендерлерде, үкіметте бағанағы қағаз, қарындаш барлығын алады ғой. Сол кезде олардың шарттары бола ма? Тек қана отандық өнімдер болса, бірінші орынға қойып аламыз. Тіпті кішкене қымбат болса да мейлі, бірақ отандық өнімді сатып алуымыз керек деген ондай бір шарттар жоқ па, әлде бархолкың заттарымен немесе Қытайдан сатып алған заттармен бірдей қарастыра ма? Жалпы пандемиядан кейін бөліп қарастыра бастады. Отандық бизнесмендерді қолдау үшін Қазақстанда жасалған STKZ сертификатын талап ете бастады. Бұл бізге өндірушілерге өте жақсы мүмкіндік болды. Үлкен үдеу берді, Өйткені екі түрлі зат бар. Біреуі шетелден келеді, бір түрлі зат. Біреуі Қазақстанда өндіріледі. Олар шетелден келетін заттарға, алып сататындарға қолжетімді болмай қалды. Тек өндірісің бар, өндірістегі айналысатын салаңның кодымен сізге не беріп қойды, қолжетімділік. Ал мемлекеттік сатып алу соған кіресіз да, төте қатыса бересіз, тікелей сатып алуға. Ол әлде жалғасып келе жатыр ма, жоқ әлде уақытша бір пандемия кезіндегі отандық өндірушілерге берілген бір үлкен қамқорлық қана ма? Бұл отандық өндірушілерге берілген уақыт қамқорлық болып қалды. Қазір январьдың 1-нен бастап бұны алып тастады. Бірақ оны алып тастамаса, сапасыз заттар болып кетуі мүмкін. Сол үшін жаңағындай тең дәрежедегі бәсекелестік майданын ашып қойды. Ал енді үкіметтің жасап жатқан осы
сатып алу болсын, жалпы жаңағы бизнесті қолдау болсын, өте үлкен мүмкіндіктер жасап жатыр. Бірақ біз одан ізденіп, біліп, олардың өздерін насихаттауы жеткілікті болған жағдайда бізде осы 2002-2012 аралығындағы азық-түліктің көтерілуі сияқты, өзімізді өндіру сияқты ұсақ түйек тұрмыстық тұтыну заттарының Қазақстанда жасалуына жақсы ықпал етеді. Бұл саланы негізі өндіріс саласын үкіметіміз қолдап отыр. Ал соған дұрыс маман, дұрыс тәуекелшіл, дұрыс адам бару керекті. Екінің бірі барып, алып, істеп кетуі де қиын. Өйткені техникадан хабарыңыз жоқ, бардыңыз, алдыңыз, әкеліп бұзылып қалды, сынып қалды, босқа қалады. Егер өндірушіге ниетті жастар болса, сенен өзің үйренем, маған кішкене тәлім тәрбиеңді бер десе, оған уақытында жарата аласың ба жалпы? Иә, ол кеңес, есептеу, өндіріс саласын қойып беру, жаңағындай Алматы финанстан, және басқа даму қорларына бағыт-бағдар беруге негізі сондай бір мүмкіндік қарастыратын бір платформа жасауға ұмтылысымыз бар, бірақ әлі жете алмадық. Өйткені бірінші өндіріс, екінші өндіріс, үшінші өндіріс соның бәрін қойып, елге бір көрсет алу керек. Мынаны жасап жатырмыз. Мынау екіншісі мен істей аламын. Сосын жастар оған бір темірге махаббаты болу керек қой. Темірге махаббат. Инженер болу керек. Инженер болу керек. Инженер қабілеті болу керек. Шәке, менің ойымша Қазақстанда бір товарды өндіру үшін оның сұранысы болу керек, соған сәйкес лайықты бағасы болу керек. Лайықты бағаны, өздерің ойлаған товарды, өндіретін товарды Алматыдағы құнын қалай есептейсіңдер алдын ала? Жалпы қай жерден товар алсаңыз да, оны өндіруші өзі бір құн береді. Бұл құнды олар өздерінің еңбек ақысы бар, жаңағындай материалы бар, солардың қосындысынан, үстіндегі өздерінің пайдасынан есептейді. Соған байланысты біз алып тұрған, сол талдап тұрған өнімді Қытайда шықса Қытайда құнын қараймыз, Ресейде шықса Ресейде, Түркияда шықса Түркияда құнын қараймыз. Сосын ол өзіндік құнның үстінде солардың пайдасы тұр. Оның сыртына қосылатын транспорттық құны бар, және кедендік құндары бар, қосымша құндар. Солардың бәрінің келген кездегі жалпы өзіндік құны мен біздің осы мемлекетте өндіріп жатқандағы құнына салыстырмалы жасаймыз. Негізі көлемді заттар жолына көп құн беріп қояды. Ал бағанағы салыстырамын деп отырсың ғой, шетелдегі товарды тасып алып келген кездегі құнымен осы жердегі өндірілген заттың құнын салыстырамыз. Егер тиімді болса, оны жасау керек дейсің. Ал осы құнды Қазақстандағы өндірілетін заттың құнын қалай есептейсіңдер? Оның жалпы құраушылары неден тұрады? Құраушылары біріншісі материал. Шикізат па? Шикізат материал, иә. Шикізаты, содан кейін екіншісі осы жерде өндіруге кеткен еңбек күш. Содан кейінгісі сол құрылғыға кететін салынатын инвестицияның құны. 1,5 жылға, 2 жылға бөлеміз. Әдетте қаншалықты уақытта ол инвестицияны қайтарса, ол жақсы бизнес деп есептейсің? 1,5 жыл. 1,5 жылда құрылғылардың, яғни салған ақшалардың барлығын саған қайтып келген кезде ол жақсы бизнес болып саналады. Әдетте осындай бизнестердің барлығын жалғасты жүргізесің ба? 1,5-2 жылдан кейін әлде басқа форматпен оны сатып тастайсың ба? Әлде біреуге қайтадан инвестиция қосып үлкейтесің ба? Жалпы өзіндегі формат қалай жалпы? Жалпы форматты сатуға деп қазір есептеп отырмыз. Ол қалай десеңіз, бірінші бұл бизнесті нөлден қойып шығу керек. Қойғаннан кейін өндірісін сату керек, жаңағы өнім шыққан өнімдерді. Сатып болғаннан кейін сатылып, ол сұранысқа байланысты сатыла береді ғой. Сол аралықта 1 жыл, 1,5 жылда соған кеткен ақшамыз салған инвестиция қайтса, онда оны арғарта сатуға негізі ниетіміз бар. Дайындайсыңдар. Бастапқы мақсаттарың бір жаңа идеяны шығару, сосын оны пайда тапқызу, жүзеге асыру, 1,5-2 жылда өздерің салған ақшаны, инвестицияны өздерің қайтарып болғаннан кейін дайын бизнесті, пайда тауып тұрған бизнесті басқаларға сатасыңдар, иә? Енді сол форматқа енді көшу керек.
көшу керек. Бірақ Мақсаттарымыз әлі солай. қазір сатып не қылған жоқпыз, бірақ соны дайындап жатырмыз. Дайындау барысында енді ол сұраныстағы зат қой. Ол бәрібір бізге жаңағы алғашқы салған инвестициямызды шығарып отырады. Енді уақыты келген кезде оны сатуға біз дайындаймыз. Жалпы отандық өнімнің жолын тосып тұрған осы Қытайдан келген арзан заттар болып тұр. Өзіндік құн қалай қалыптасады? Бірінші, шикізаттың құнынан қалыптасады. Екінші, соған істелген жұмыс, өңдеу. Ал енді тек файлды алып қарасақ, файлмен біз Қытайдың сапасыз затымен, сапалы заттың құнымен, бағасымен бәсекелестік жасап болдық. Олар жұқа зат алып келеді, сапасы төмен. Біздікі қалыңдығы, сапасы жеткілікті, бірақ ол жақтан келген заттан арзан. Сапасы да арзан болады, сапа жағынан олардың мықтысымен теңеседі, құн жағынан олардың арзанымен теңеседі. Түсінікті, яғни тіпті қазіргі Қытаймен бизнестің жағдайын салыстырсақ, жол қатынасы тасымалының құны бірнеше есе қымбаттап кетті. Яғни қазір Қытайдан тауарды тауып, оны сатып алып, тасымалын жасап Алматыға алып келгенде оның құны біраз қымбаттайды. Ал жергілікті өндіріш үшін ол үлкен бір сіздер үшін жақсылық, пандемияның осындай бір басқа бизнеске кедергілер. Осындай неден пайдаландыңыздар ма өздеріңіз? Иә, пайдаландық. Бұл қазіргі енді жалпы 80% тауарымыз шетелден келіп тұр ғой. Тұтынатын күнделік тұрмыстық заттарымызды. Ал орнын басып жатқандар ол да көп. Жалпы пластик саласында Zeta бар бізде, мықты. Көп заттар шығарады, пластик. Олар қолға алып жақсы қойып алды. Ол Қытайдың сапасыз тауарына орнын басатын бір балама ретінде қалыптасты. Сол сияқты басқа да кішігірім тұтыну бұйымдары жайлап көбейіп келе жатыр. Олар бұрын алып сатумен айналысқан, ал қазір осы жерде өңдейді. Олар түсінді, сол жақтан сонша ақшаны салып, 60 күн жүріп, заты келіп, оны сатып, үлкен ұзақ уақыт процесс болып кетеді. Ал сіз осы жерде шикізатыңызды алдыңыз, аппаратыңызды алдыңыз, шығардыңыз, өндірісіңіз. Қысқа уақыт ішінде затыңыз тез айналымда жүреді. Түсінікті, қазір біз отандық өнімге оң әсерін жасайтын бірнеше себептерін айттық. Жалпы өндіруші болу үшін жақсы әсер ететін бірінші пандемияның жағдайы айттық. Екіншіден қазақстандық еңбек құны, еңбек құны оншалықты қымбат емес, Қытайдан әлдеқайдан арзан болып кетті. Және де қандай ерекшеліктер бар? Тек Қазақстан емес, әлем карантин, осы пандемия кезінде әлемнің тауары бір жерге шоғырлануының қателігін түсінді. Қытай әлемнің маскасын шығарып таратып жатты, бірақ енді өз елдерінде болды, бірақ ол үлгермеді. Жалпы медициналық қорғану киімдері, көзәйнектер, жалпы сол пандемияны алып айтқан кезде, сол кезде күрт сұраныс Қытайды үлгеріп шығара алмады, өзі ауру несінің ошағы болды да. Содан әлем затқа тәуелді болғанынан қиыншылығын көрді. Зиянын көрді. Бұл сала, бұл өндіріс саласы шоғырланып кеткені әлемдік сұранысқа өте қатты әсер етеді екен. Қазақстанда соны көрді ғой. Бірінші масканың бәрін алды да Қытайға сатты. Екінші рет өзімізге пандемия келген кезде жаңағы ауру вирус, өзіміз маска таппай қалдық. Соның арқасында бір-екі маска өндіретін зауытымыз болған, қазір 5-6 бар, қойып тастаған. Осы үкіметтің көмегімен. Олардың бәрі енді ақырын-ақырын бәсекелестікке де қабілетті болады, шетелдің маскаларымен. Өзімізде шығады, ертең граница жауып тастаңыз, Түркия бүкіл шекараны жауып тастаңыз, бірақ өзімізде шыға береді. Бұл Қазақстан үшін бұл пандемия өндірістің біреуге тәуелділігіне қиыншылық тудыратынын түсіне бастады. Соңғы уақыттары өзің кеңсе тауарларын бизнесмен айналысасың ғой. Дәптерлерден болсын, кеңсе тауарларының басқа заттарынан көрсем, ұлттық нақыштар көбейе бастаған. Жалпы осы ұлттық нақыштар
ол патриоттық сезімнен туған ба, жоқ әлде бизнестің қажеттілігінен туындаған ба? Ол қаншалықты пайдасын беріп жатыр? Бұл екі жағынан да қарастыруға болады. Бір затты өндіріп алып келіп алдыңызға қоясыз, ол қай жерде өндірілді? Ол бүкіл әлемдегі халыққа өндірілді. Ол бір ұлтқа байланысты, бір ұлттың интересіне байланысты, қызығушылығына байланысты өндірілген жоқ. Ол жақта сол ұлттың қызығушылығын тудыратын, өзі жақын, жаны жақын, домбыра десе қазақ еске түседі дейді ғой. Енді ою өрнектер қазақтың ұлттық. Ондай заттар өндіруші елде оны ойламайды. Сіз арнайы бір заказбен жасасаңыз, мүмкін жасап беретін шығар, бірақ сіздің ойлаған затыңызды жүрегімен жасамайды олар. Бізде болса бұл ұлттық нақыш деген қазақ қанында ол келе жатқан бар зат, генетикалық. Көзіңізге ыстық көрінеді. Бірінші сол жағынан, екіншісі шетелден алып келетін адам бесеу. Бесеу де бір түрлі зат алып келеді, бір-бірінен артықшылығы жоқ. Сыртында тек қана Маша Медведь или басқа Микки Маус солардың суретімен. Пони сондай. Ол біз үшін, тұтынушы үшін, ол сізден алдыңыз 5 адамның кез келгеннен аласыз. Ал бұл бәсекелестік қайда кетті? Елге ұқсамайтын тауардың суретінен болсын, ерекшелігінен болсын, сондайға әкеп тірелдік. Сонымен енді осындай ұлттық нақыштағы, елге ұқсамайтын стильдағы заттарға көше бастадық. Ұлттық оюды бір жағынан дәріптедіңіздер, екінші жағынан осы дәріптеу ұлттық нақыштар сіздерге үлкен бір бизнестің көзі болды, артықшылық, ерекшелік болды. Әдеттегі жай қарапайым кеңсе тауарлармен салыстырған кезде ұлттық нақышпен өрнектелген заттарыңыз қанша есе көбірек пайдасын берді, қанша есе көбірек сатылым болды. Осы бір себеппен ғана. 2020-ның пандемиясы басталғаннан бері жалпы нарық сатып алу қабілеті мөлшері түсіп кетті. Бұрын сіз балаңыз сабаққа барып жүрген кезде 10 ручка, 20 ручка, қарандаш, дәптер бәрін аласыз. Ал онлайн сабақ болған кезде 1 ручка, 1 қарандаш, 1 дәптер жетеді. Сол аралықта бұл ұлттық нақыш, ешкімге ұқсамайтын стиль адамдарға көбірек сұраныс туғызды. Жоқ тауарды, мысалға сіз енді карандаштың бәрін көріп жүрсіз. Бар, бір стильдағысы. Анау сізге ерекше жақын, жаныңызға да жақын болып тұр. Сосын жаңа стиль болып тұр. Сол үшін сіз талдайсыз. Өнеменді қатты көтеріліп кетті деп айта алмаймын. Сатылымы. Бірақ халықтың сұранысы жалпы бұл заттардың халық бір күтіп жүрген зат сияқты болып болды. Ол жоқ зат болған, қазір шықты, қол жетімді болды, алды, болды. Яғни ол сатылымды біраз көтеріп берді сендерге, оң әсерін жасады, Оң әсерін жасады. Жаңа айтып қалдың, әдетте бағанағы дәптер болсын, кеңсе тауарлар болсын, 5-6 үлкен оптовиктер бар. Қытайдан алып келетін. Олардың өздері бірыңғай заттар алып келеді. Өйткені заводтар бүкіл бағана халықараға бірдей заттарды шығаруға тырысады. Оларға тиімді болу үшін. Олар сосын бірдей заттар алып келгендіктен, бірдей бағамен. Олар барған сайын арзан заттар алып келуге тырысады, өздерінің бағанағы маржасын, пайдасын көбейту үшін. Осы бағытта менің бір сұрағым бар. Егер де 5-6-10 бизнес болсын, Қазақстанда көбінде қайталанатын нәрсе, сол бір ИУ-дағы заводқа, Қытайдың заводына 10 адам бір-бірімен ұрланып, бір-біріне көрсетпей, бір-бірінен тығып, 10 рет кездесіп келеді. Біреуінде мөлшермен 1 миллионнан титрат бағана дәптерлері бар. Ал егер сол 10-ы бірігіп, бір дастарханда шай ішіп, біз бірігейік. Әдетте күш біріксе көп болады ғой, мықты болады. Бағанағы терең батырады, көп қорқытады, жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас дейді. Егер 10-ы бірігіп, заводқа баратын болса, мен 10 миллион дәптер аламын десе, жаңағы 20% бағана скидка алу мүмкіндігі өте жоғары. Одан да көп скидка алу мүмкін. Осындай бір бірігіп жұмыс істеу бізде жалпы қаншалықты деңгейде қазір?
қаншалықты керек жалпы біздің қазақстандық бизнеске? Біз барлық заттарды өндіріп бола алмаймыз ғой. Оған көп уақыт керек. Оған шикізат керек. Бізге шикізатқа байланысты заттарды өндіреміз. Ал бізде шикізаты жоқ заттарды шетелден алуға тура келеді. Осындай кезде бірігіп жұмыс істеу қаншалықты деңгейде, қаншалықты керек? Бұл жалпы керек нәрсе. Бұны мен 2018-16 жылдары бір осындай ой болған. Не үшін бір затты 10 адам 10 түрлі бағамен сол жақтан алып келеді деп. 10 адам енді жеке мүддесіне қарай 10 түрлі себеппен олар біріге алмайды екен. Негізі біріктіруге болады. Ол кезде ол енді бәсекелестік көзқарасына жатпай қалатын не сияқты. Егер қаламсап бізде шықпайды, Қытайдың бір кез келген зауытына барып, жылдық мөлшеріңізбен жалғыз сөйлессеңіз, ол басқа 10 тасымалдаушы, алып кеп таратушы ғой. Онымен барсаңыз, оның бағасы басқа болады. Ал соған бірігіп істей алатын адам кейін шығып қалуы мүмкін, қазірге дейін шыққан жоқ. Әлде оғанда бір үлкен платформа керек бар. Ал жалпы дүниежүзі бойынша ондай форматпен жұмыс істейтін адамдар жоқ емес, әрине бар. Бар. Ал түркі ағайындар бар, бізге мысал болатын. Қытайлар бар, басқа бір нарыққа келетін болса, олар бірігіп кіреді. Яғни Қазақстанның бидайын мысалы Қытайлар алмақшы болса, ол 10 Қытай 10 рет кеп сұрамайды. 10 Қытай Қытайда бірігіп алады да, сол объемын қосып, бір арасындағы өкілі Қазақстанға келіп сөйлесіп, ең төменгі бағаны сындырады да, сол бағаны Қытайға келіп бөлісіп алады өзінің керекті салған ақшасына байланысты, өзінің мүмкіндіктері бойынша. Ондай бар жалпы басқа мемлекеттік платформаларда. Ал бізде ол біздің жалпы менталитет деп айтамыз ғой. Ал келе ма, келмей ма, менше әбден келіп тұр. Біз өзіміз шетелдің машинасын айдай береміз. Қытайдың зауыттарын, заттарын тұтынамыз. Ал енді бір платформаға келген кезде бізге сәйкес келмейді деген мен онша қарсымын жоқ. Негізі ұйымдастыру керек, бірақ соған атсалысатын адамдар ниеті қалай? Бір кісі келе ма, келмей ма, соған байланысты болу керек. Бірақ енді ол пандемия кезі бүкіл салаға әсер етті ғой. Алып сату, сауда, өндіріс, бүкіл жерге. Ал осы кезде бірігіп қалу да мүмкін. Өйткені қазақ жоңғармен соғысқанда 300-дің басы қосылды ғой. Сол сияқты енді осындай бір пандемияның әсерінен келісім шарттар жасаса, негізі келісуі мүмкін. Ол енді халыққа тиімді. Бұл жағынан бұл өндіріс саласын, жалпы алып сату саласын бәрі тұтынушы, ар жағында халық тұр. Қарапайым халық, ауылда отырған өзіміздің ағайындар. Оларға қымбат зат әкеліп, оның үстінен өте үлкен пайда көріп сату, ол енді бір өз адамгершіліктен қараған кезде, ол адамгершілікке жатпайтын нәрсе. 30 теңгеге алдыңыз, 20 теңге шығыныңызды қостыңыз, үстіне бір 10-20 теңге қостыңыз, 20-30% қой пайдамен істесеңіз, ол енді адамгершілік, жаңағыдай сауданың өзі енді адамгершілікке келу керек қой. Сол көзқараспен қарасаңыз, ол орынды. Сенің айтуың бойынша, бағанағы 20-30% артық төленген Қытайдың ақшасын керісінше тауардың сапасына салсақ, сапалы дүниені сол деңгейдегі қаражатпен ең соңғы тұтынушыға жеткізсек, ол ең дұрыс нәрсе. Жақсы, рахмет. 5-6 жылдың алдында өзің жаңа бизнес бастадың. Ал қазіргі Шахила Баймұрат 5 жылдың алдындағы Шахилаға не айтар еді? Тәуекел жасаудан қорықпа дейді. Тек қана Алла. Сол, тек қана Алла. Шәке, жалпы өмірде және бизнесіңде өзіңді алға бастырып отыратын ең негізгі принципің қалай? Ол шынайылық. Шынайылық. Керемет.